Сәлем достар, менің есімім Арайлым. Менің арнама жазылып алыңыз және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты. Оттегі неліктен 2 валентті, немесе оттегінің тотығу дәрежесі неліктен -2 тотығу дәрежесіне тең, және неліктен ол үнемі тұрақты, неліктен ол 6 емес деген сияқты осындай сұрақтардың жауабын беретін боламын. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін көріңіз. Менделеев кестесінде орналасқан орнын қарайық, яғни оттегіміз мінекей. Оттегіміз 2-ші периодта орналасқан және де 6-шы А негізгі топшасында орналасқан. Реттік нөмірі 8-ге тең. Оның салыстырмалы атомдық массасы 16-ға тең. Мына жерде 15,99 деп тұр, алайда ол 16 болып дөңгеленеді. Бізде айтқан болатынбыз, элементтердің көбіне негізгі топшада орналасқан элементтердің валенттілігі оның топ нөміріне сәйкес келеді деп айтқан болатынбыз, алайда бұл жерде оттегіге ол сәйкес келмейді, яғни оттегі 6 валентті бола алмайды. Және неліктен тек қана оттегі, осы топта оттегі ғана 2 валентті, ал қалған элементтер, басқа топ өкілдері 6 валентті, яғни ең жоғары валенттілікті көрсете алады оттегіден басқа. Оны білу үшін ең бірінші біз оттегі элементінің атом құрылысын жазатын боламыз, яғни деңгейшелерін, электрондық конфигурацияларын жазатын боламыз. Яғни мына жерде кестеде бізде барлығы көрсетілген. Менде осы атом құрылысы туралы толық нақты видео бар, егер көрем десеңіз, сілтемесін қалдырамын осында. Мінекей, тағы бір рет айтып өтейін. Мына жерде мінекей оттегіміз, оттегі 15,99 дедік, мінекей 8-ші реттік нөмірі 8. Бұл реттік нөмірі атом зарядын білдіреді. 2 деңгейше, 2,6 болады екен. Осыны біз мінекей электрондық конфигурациясы 2S2, 2P4 осыларды жазамыз. Атом заряды әрқашан оң болады, яғни ол +8 деп жаздым. Деңгейлерін осылай жазатын боламыз. Яғни 2 деңгейі бар, өйткені 2-ші периодта орналасқан, сондықтан да біз 2 деңгейі бар деп айтамыз. Энергетикалық деңгейлері, яғни 1-ші энергетикалық деңгей, 2-ші энергетикалық деңгей. Электрондық конфигурациясы 2S2, 2P4. Графиктік формуласы S үшін S-те 1 үй ашық, қарама-қарсы 2 EQ. P дегеніміз 3 үй ашық. Оған 6 электрон сияды екеуден, сонда мына жерде 4 болса, бірінші бір бағыттағы 3-ін саламыз, яғни принциптер бойынша, одан кейін қарама-қарсы бағытта, яғни сонымен 4 электрон сыйып тұр. Жалпы кез келген элемент, Менделеев кестесіндегі элементтер, олар өзінің сыртқы қабатын 8-бен аяқтағысы келеді. Сол сияқты да мынау оттегіні қарайтын болсақ 6-ші топта, яғни ең сыртқы валенттік қабаты 6. Оның яғни валенттік қабаты 6, 8 болуға 2 сан жетпейді. Сондықтан да мұндай 8-ге жақындаған сайын олар электронды қосып алады. Яғни 6-ға 8 болу үшін 2 электрон қосып алады екен. 2 электрон қосып алады. Сол арқылы, яғни бізде сыртқы қабаты 8 болып аяқталады екен. Мінекей осылай реакцияға түскенде осындай күйге жетеді. Атомдары оттегінің, яғни 2 электрон қосып алып, сыртқы валенттілік қабаты 8 болады екен. Ал оттегінің осы кезде оттегі O-2 күйге ауысады. Яғни бізде O болған кезде 0 дәрежеде тұрады, оттегі 2 электронды қосып алып, яғни сыртқы валенттік қабаты 8 болады да, сол кезде оттегі -2 зарядты болады. Және де -2, яғни -2 зарядты дейміз, яғни тотығу дәрежесі әрі валенттілік екеуі бір ұғым. Бұл жерде, яғни классқа байланысты, мысалы бастапқы кезде 7-8 сыныптарда валенттілік деп түсініктірек қылып айтылады. Жоғары сыныптарда тотығу дәрежесі деп өзгереді. Синоним сөздер былай айтқанда. Сондықтан да валенттік басқа, тотығу дәрежесі басқа деп түсінбеңіз, мағынасы бір екеуінің. Оттегі валенттік қабатына
2 электрон қосып алу арқылы -2 тотығу дәрежесіне ие болады екен. Яғни ол дегеніміз бізде мынау 2 электроны жұптаспаған 2 электроны болғандықтан бізде реакцияға осы 2 электрон ғана түсе алады екен. Яғни осы түседі дегеніміз осы 2 электронды жұптастыру арқылы бізде химиялық реакция жүреді. Мысалы, оттегі мен сутегі әрекеттескен кезде сутегінің 2 электронын өзіне қосып алады. Осы жерде қосып алған кезде мынау бізде ұяшықтар толып қалады. Реакция жүріп, уже H2O түзілгенде осындай жағдай болады. Яғни олардың ұяшықтары толығымен аяқталады екен. 8-бен аяқталады. Сол кезде оттегі -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Осылай байланыстар түзіледі екен. Бұл екінші периодта орналасқан оттегі неліктен жоғары валенттілігі 6 бола алмайды. Өйткені оттегінде D деңгейшесі жоқ. Егер D деңгейшесі болғанда, онда электрондар орын ауысып, олар D қабатына дейін барып, олар 6 валентті болушы еді. Алайда екінші периодта D деңгейше жоқ. Үшінші периодтан бастап бізде D деңгейше қосылады. Сондықтан да оттегі тобында оттегден басқа элементтерде D деңгейшелері бар. Сондықтан да олардың валенттілігі 6 бола алады. Яғни ең жоғары валенттілігі 6-ға ие бола алады. Мысалы, күкірттің 6 валентті қосылысы бар. Яғни оттекпен қосылысы 6 валентті бола алады. Оның себебі, яғни оның D деңгейшесі бар. Яғни олар қозған күйде, осы атомдары қозған күйде, олар D деңгейшеге қарай олардың электрондары секіріп жүреді. Сол арқылы олар 6 валенттілікке ие болады екен. Ал оттегіде D деңгейшесі болмағандықтан ол жоғары валенттілігін, 6 валенттілігін көрсете алмайды. Тек қана 2 валентті болады. Өйткені оның 2 жалқы, яғни жалғыз 2 жалғыз бір-бірден электрон, бір-бірден осындай бағана айтып өткендей, мысалы. Мына жерде толып қалды ғой. Енді жалқы дегеніміз жалғыз өзі деген. 2 жалғыз бірінші ұяшығы толып қалған, ал қалған 2 ұяшығы бір-бірден орналасқан. Осыларды жұптастыру арқылы ғана сондай мүмкіндігі бар оттегінің. Сондықтан да бұның жалғыз валенттілігі және өте тұрақты валенттілігі 2. Тотығу дәрежесі -2. Егер осы видео сізге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Және де комментарийге жазуды ұмытпаңыз.